Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мерекелік сырненің рецептін туралы айтайын деп едім. Басында бүкіл ингредиентті дайындаймын. Ол үшін көкөністер мен көй етін үлкен бөліктерге кесемін. Тағы тұз, демдеуіш, 1 стакан су дайындаймын. Қазанды отқа қоямын. Өсімдік майын қазанға құямын. Жарты тәрелке пияз саламын. Демдеуіш қосамын және араластырамын. Пияз кішкене қуырылғанша күтемін. Сосын ет саламын. Ас қасық тұзды қосамын және араластырамын. Етті жақсылап қуырамын. Сосын қазанға себіз, қырық қабат пияз қабаттап саламын. Сосын борыш пен сарымсақты саламын. Екі қызына қосамын, ас қасық тұзды себемін. Картоп қосамын. 1 стакан су қоямын. Үстіне 40 қабаттың жапырағын саламын. Қақпағын жабамын. 4 сағатқа жай отта қалдырамын. Сырне өте дәмді керемет болып шықты. Қазақта ас адамның арқауы деген мақал бар. Ас болсын, лайк басыңыз, сау болыңыздар.